Дәрігерлік қызмет өзім 3-ші сыныпта оқып жүрген кезде педиатрияны ұнаттым. Содан оқу бітіргеннен кейін педиатр боламын, бала дәрігері боламын деген қағида ұстандым. Қызмет істеп басталған кездерде шала туылған балаға көмек ретінде, ауырып туған балаларға көмек ретінде, өкпеге құйылатын сұйықтық сурфактанттар болмайтын, қолжетімді емес еді. Ғылыми орталықтарда болатын. Қазір біздің аудандық орталықта ол өкпеге құйылатын сурфактант деп айтылады. Сұйықтық шала туылған балаларға өкпелері жазылып демалып кету үшін. Ол бізде жеткілікті. Біздің қызметіміздің мақсаты, қиындығы неонатология бойынша. Ол өте шала туылған нәрестелер уақытына жетпей, мерзімінен бұрын және ауырып туған нәрестелерді аман-есен алып қалып, анасымен үйге шығарып жіберу. Осы біздің мақсатымыз және қызметіміз осы.